Қайырлы күн, құрметті менің жақсыларым, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен көптен бері қолым тимей, енді ғана байланысқа шығып отырмын. Мені WhatsApp желісіне, өзім жеке телефоныма шығып іздеп жатқан оқырмандарыма, әріптестеріме, осы менің YouTube каналымды бақылап меніменен бірге болып келе жатырған әріптестеріме алғысымды білдіремін. Аллаға шүкір, менде бәрі жақсы. Көптен бері шыға алмай кеткен себебім өзімнің жұмысымды бір қалыпқа келтіріп алайын. Сосын бір жағынан көптеген видеоларды түсірдім. Және осы уақытқа дейін біршама видеолар түсіргеннен кейін осы компанияның өнімдерінен нәтиже алған адамдардың видеоларын жүктейін. Енді барынша жақсы деп айта бергенше дәлелмен, фактіменен келтірейін деген ниетпенен мен сөйтіп жеке нәтижелер жүктеп жүрдім. Енді Алла бұйыртса, қазір бүгіннен бастап мен сіздермен күнделікті уақытылы видео түсірілімді түсіріп отыратын боламын. Бізде бүгін кеше мен білесіздер, кәдімгі магазиннен алған зубной пастаның қаншалықты дәрежеде адам организміне сол зубной пасталары арқылы блендамент, колгейт, тағы да неше түрлі жаңағы магазинде тұрған зубной пасталардың адам организміне кері әсерін тигізетін, және ол арқылы біз күнделікті кішкентай болса да уды, яғни біз өзіміздің жаңағы организмімізге қабылдайтынымызды мен көрсетіп айттым. Россия елі ол магазиндегі зубной пастадан бас тартыңыздар деп жатыр. Компанияның зубной пасталары, болмаса мұсылманский зубной пасталар, сетевой компаниялардың зубной пасталарын пайдаланыңыздар деп, басқа зубной пасталар пайдаланыңыздар деп ақпарат берді. Сонан кейін соны көптеген адамдар көрсін, білсін деген ниетпен мен салдым. Енді мен міне бүгін сіздерге осындай орикаре деген, мінекей осындай ішінде 135 грамм, мінекей сыртында зубной паста орикаре с экстрактами китайский сливовый травы деп жазылған. Мінекей толыққанды көрсетілген, яғни бұл Қытай тауында өскен шөптердің сығындысынан нанотехнологиямен алынған 135 грамм тұратын мінекей зубной паста. Осы зубной паста жөнінде мен сіздерге айтпақшымын. Яғни бұл Чэньшидің орикаре зубной пастасы. Бұл не үшін керек адам организміне, және тіс адам организмінде өте үлкен маңызға ие. Және біз бұл зубной пастамен жуған кезде біз не ұтамыз? Яғни бұл 18 түрлі шөптен жасалған біздің Чэньши компаниясының зубной пастасы. Мінекей мына жерінде 135 грамм деп жазылған. Мынау менің өзімнің кәдімгі күнделікті пайдаланып жүрген зубной пастам. Мен бұны пайдаланып бастағалы айтайын сіздерге, міне осы 4-ші айға кетіп бара жатыр. Бұл негізі бір адамға бір жылға жуық уақытқа кетеді. Бір жылға дейін жетеді. Өте бүйтіп ненің өзінің зубной пастасы бар. Ішінде
3 айда бір рет біз зубной пастаны ауыстырып тұруымыз керекпіз. Ішінде өзінің зубной пастасы бар. Бұның басқа зубной пасталарға қарағанда пайдасы, ең бірінші пайдасы ол әрине бұл шөптен жасалған 18 түрлі шөп. Тибет тауында өскен, Шығыс Тибет медицинасының, яғни сондағы өскен 18 түрлі шөптен жасалған өнім. Бұның бағасы 5000 теңге тұрады. Сіз 5000 теңгеге бұны сатып алу арқылы сіз біріншіден өзіңіздің денсаулығыңызды қорғайсыз, тісіңізді сақтайсыз, және өте ұзақ мерзімге кетеді. Яғни ай сайын болмаса 2 аптада бір зубной пастаға магазинге жүгірмейсіз. Магазиндегі зубной пастаны осыған алмастыратын болсаңыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай ішінде мінекей осындай жасыл, осындай кішкентай ғана зубной пастаға алып, сіз кішкене ғана алып жағатын болсаңыз, яғни аузыңызға, болмаса ауыз қуысына ісіп кетеді, жүйкелі болады, алып жұтып жіберсеңіз, мына тамақ қуысының барлығын емдеп шығады, біріншіден. Екіншіден, бұл мынау десналардың қанауын, десналардың әлсіздігін, мынау тістің түбіндегі қара точкалар пайда болады, яғни кариес деп айтады. Сол кариестердің кетуін өте мықты қамтамасыз етеді, және ауырсынуды жояды. Қандай да болмасын, ауырсыну осы мынау ауыз қуысындағы барлығын шешеді. Бұны сіз 6 ай нормально пайдаланғанда, 6 ай жай пайдаланғанда, 1 жыл уақыт сіз осы өнімді пайдалана аласыз. Сіз есептеңіз, бір рет 5000 теңгеге осы өнімді аласыз, зубной пастаны. Сіз қаншама уақыт ақшаны экономдап, жағынан тісіңізді қорғап, осындай керемет мүмкіндіктерге ие бола алады екенсіз. Тырнақтың ұшындай ғана, мынадай ғана алып, жуасыз. Сол кішкене алып жуғанда, мынау тістің ішіндегі құм болады, тас. Енді біз күнделікті тамақ жегеннен кейін бізде неше түрлі қалдықтар тістің арасында ашық тұрған тіс болуы мүмкін, сіздің тісіңіздің ішінде солардың арасында қалып кетеді. Сосын сол қалып кеткеннен кейін жағымсыз иіс сізде туындай бастайды. Жағымсыз иіс туындайды. Сол жағымсыз иістің барлығын кетіреді. Танзелит, стоматит, пародонтоз, баспа, мынау ауыз қуысына байланысты қандай нелер бар, жаңағы диагноздар бар, сол диагноздың барлығында жүреді. Және бұны денеміздің сыртына пайдалансақ, үйде кәдімгі күнделікті қыз-келіншектер тамақ жасаған кезде қол күйіп кетуі мүмкін, болмаса бір жеріне май шашырап кетуі мүмкін, сол күлдіреп қалады. Соны бүйтіп кішкене алып жағып жіберсеңіз, осы өнімді мінекей қарап қойыңыздар. Бұл сол жараны тыртықсыз кетіреді. Одан кейін тағы да емдейтін, жалпы ауыз қуысын ғана емес, көп деген нелерге
қай жеріңізде жара бар, сол жараға жақсаңыз барлығын кетіреді. Көп ер азаматтар кездесіп жатады, яғни жылан көз деп айтады, орысша геморрой. Енді орыс тілін қолдануға тура келіп тұр. Жылан көз деген нәрсені көптеген адамдар түсінбеуі мүмкін. Яғни геморройыңыз сіздің шығып кететін болса, сол кішкене ғана алып су араластырып жағатын болсаңыз, сізде өте керемет нәтиже болатынына мен кәміл сенемін. Құрметті менің тұтынушыларым, құрметті менің оқырмандарым, осындай 18 түрлі шөптен жасалған өнімді пайдаланасыз ба? Или 1000 теңге тұратын, 1500 теңге тұратын кәдімгі күнделікті пайдаланғанда организміңізге баратын магазиннің зубной пастасын пайдаланасыз ба? Оны өзіңіз шешесіз, таңдау өзіңізде. Мен төменгі телефон номерді қалдырып кететін боламын, заказ қабылдаймын. Менің магазиннің зубной пасталарына туралы тағы бір дерек айтарым. Оның қандай түрі болмасын, ішінде, яғни ағартатын, кеше мен видео жүктедім, соны толыққанды көрсеңіздер, барлығы ішінде орыс тілінде айтылған. Яғни тісті арнайы ағартуға арналған бір химиялық элемент бар екен. Сол элементті қолданбаса, магазиннің зубной пастасы, яғни өзінің товарный видін жоғалтады. Яғни ол деп отқанымыз кішігірім мөлшерде антиоксидант ретінде қолданады, но ол арқылы біз күнделікті көптеген адамдар, магазиннің өнімін пайдаланатын адамдар, яғни уды жұтып жатыр екен. Таңдау өздеріңізде, табиғи шөптен жасалған өнімді пайдаланасыздар ма, или магазиннен алған өнімді пайдаланасыздар ма? Таңдау құқығы сіздерде. Келесі видео түсірілімдерде жүздескенше сау, саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.